Ертеде бір ғажайып бақ болыпты. Ол бақта түрлі түсті, хош иісті жемістер өмір сүріпті. Бұл сиқырлы бақта біз көптеген қызықты оқиғаларды бастан кешіреміз. Бір күні баққа дана қарбыз ата келді. Ертең бізде ең пайдалы жеміс атты сайыс болады. Сайыс басталды. Бірінші болып алма шықты. Менде дәрумендер көп. Мен жүрекке пайдалы боламын, деді ол. Келесі болып банан шықты. Мен спортшылардың сүйікті жемісімін. Күш беремін, деді ол. Кішкентай, домалақ жүзім болса, достықты жақсы көретін. Бірігіп тұрсақ, біз күштіміз, дейтін ол. Мен жүзімін кішкентаймын, бірақ менде де дәрумен көп. Ал тәтті, хош иісті құлпынай өзін ең дәмдімін деп ойлайтын. Балалар мені бәрінен көп жақсы көреді деп мақтанатын. Мен тәттімін. Балалар мені жегенде қуанады. Сонда қарбыз ата күлімсіреп, сендердің әр қайсыларың пайдалысыңдар. Бірақ біреу ғана жеңімпаз болмайды, деді. Жемістер аң-таң болды. Қалайша? Өмін, деді олар. Себебі әр жемістің өз пайдасы бар. Адамдар дені сау болу үшін бәрінде жеу керек. Күтпеген жағдай. Сол сәтте баққа кішкентай бала келді. Оның қолында кәмпит бар еді. Мен жеміс жемеймін. Біз саған күш пен денсаулық сыйлаймыз. Мен саған қуат беремін. Мен сенің иммунитетіңді күшейтемін. Мен тәтті әрі пайдалы боламын. Бала ойланып қалды. Ол кәмпитін шетке қойып, бір тілім қарбыз жеді. Сосын алма, банан, жүзім жеді. Қандай дәмді! Ақ қой, деді бала қуанып. Жемістер мәз болды. Сол күннен бастап бақта ешкім таласпайтын болды. Олар түсінді. Бірлік бар жерде де денсаулық бар. Сөйтіп, жемістер патшалығында достық пен қуаныш орнапты. Достық, мейірімділік пен бірлік әрқашан жеңіске жетеді.